Сонан кейін менің шеберлік сабағыма өте бір кішкентай балауса қыз қатысты, жасы 9-да. Қалай келдің? Өзің келдің ба десем, жоқ, мен анам алып келді дейді. Анасынан сұрасам, мен осы қызыма үйреткім келеді дейді. Өзім үйренгім келеді. Бірге осы кәсіпті жүргізгіміз келеді деп, жаңағы анасымен 9 жасар қыз анасынан қалыспай, сондай бір әдемі ұқыптылық, шыдамдылықты көрсетіп, осы өнерге деген ерекше талабын көрсетті. Мен осы жұмысты есімді білгелі бері істеп келе жатырмын. Мен бұл жұмысты анамнан үйрендім. Анамнан үйренгелі бері менде қызығушылық артты. Құрақ жай ғана мата емес. Бұл анамның мейірімі, әжемнің сабыры, менің қолымдағы өнер. Әр бөлік бір арман, әр тігіс бір үміт. Мен өз қолыммен қазақтың көрпесін қайта тігемін. Құрақ тігуді алғаш үйренгенде бір тігістің өзін дұрыс ұстай алмайтынмын. Ал қазір әр өрнекте менің қолтаңбам, әр түсте менің көңіл күйім бар. Қазақ қызы болу әдемі киіну емес, өз қолыңмен әдемілік жасау. Құрақ көрпе менің ұлттық мақтанышым, менің жүрегімнен шыққан туынды. Бір қарағанда жай ғана мата, бірақ мен үшін бұл еңбек, шыдам, сүйіспеншілік. Құрақ тігемін, себебі осы арқылы өзімнің кім екенімді сезінемін. Құрақ көрпе өнер ғана емес, ол ұлттың рухы. Міне, тағы бір үйге жылулық бара жатыр. Әр көрпем өз иесін табады. Қолмен тігілген мейірім енді жаңа шаңырақта жалғасады. Әр жеткізу алдында ерекше толқу. Себебі әр көрпеміз жай мата емес, әр тігісінде еңбек, әр өрнегінде мейірім бар. Біз бұл сәтке үлкен жауапкершілікпен қараймыз. Себебі әр қораптың артында бір отбасының қуанышы, бір ананың алғысы, бір үйдің жылулығы бар. Өз ісіңді сүйсең, әр жеткізу қуаныш, ал әр тапсырыс берушінің жылы лебізі ең үлкен марапат. Бір көрпе, бір отбасының берекесі, бір тігіс, бір арманның жалғасы. Еңбектің иісі бар әр бұйым, жүректен шыққан шынайы сый. Біз жылулықты тек көрпемен емес, көңілмен жеткіземіз. Әр жеткізу тек тапсырыс емес, ол сенім. Бізге сеніп, жылулықты өз үйіне кіргізген әр жанға алғыс. Өніміміз қолыңызда, ал ризашылығыңыз жүрегімізде. Сенім ең қымбат сый, ал алғыс ең үлкен мотивация. Біз үшін ең маңызды сенім. Сенім артқан әр тапсырыс берушіге шын жүректен рахмет.